Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз каналымызда әдіс-тәсілдер жайлы сөз қозғайтын боламыз. Яғни, бұл жердегі әдіс-тәсілдер сіз сергіту сәттерінде не болмаса сабақ ортасында немесе сабақ соңында оқушының ойын бөлу мақсатында қолдансаңыздар болады. Ең бірінші тәсіл бұл АВС тәсілі. Яғни, тақтаға 3 оқушыны шығарып, яғни біріншісі сұрақ қояды, екінші оқушы жауап береді, ал С, яғни үшінші оқушы айтқан жауаптарды бақылайды және толық болмаса оны толықтырып отырады. Оқушылар топта үшеуден отырады, яғни А сұрақ қоюшы, В жауап беруші, С бақылаушы рөлін атқарады. Осылайша сіздер сабақтың бір ғана әдіс-тәсілмен 3 оқушыны бірден бағалай аласыздар. Келесі тәсіл бізде бейіп әдісі, яғни қағазды желпеуіш тәрізді оқушы кезек-кезек бүктеп, бірінші оқушы бір бөлігіне сабаққа қатысты сұрақты жазып шығады, ал екінші оқушы оның бөлігіне оның жауабын жазады. Яғни бұл жұптасу арқылы жасалатын әдіс-тәсілдің бірі болып саналады. Келесі әдіс бұл көбіне сергіту сәттерінде қолдануға өте ыңғайлы, қызықты оқушылар үшін. Яғни бұл кім әдісі? Жүргізуші сайланады, ол мұғалім немесе әдейі таңдалып алынған оқушы болуы мүмкін. Яғни оның міндеті сыныптағы бір оқушыны ауызша сипаттайды. Бет әлпетін, сыртқы пішінін, киімін, сөйлеу мәнерін, әдеттерін, тағы басқаларын келтіреді. Әрине, ол оқушының есімін айтпауы қажет, және де сипаттарының барлығы да жағымды тұрғыдан болу керек. Мұнда негізі оқушыны мақтаған дұрыс, жағынан сипаттаған дұрыс. Бір-екі сипаттан кейін жүргізуші олардан бұл кім, сіздер таптыңыздар ма деп сұрақ қояды. Сұрау салынғаннан кейін оқушылар жауап бере бастайды. Жауаптар тыңдалады. Дұрыс тапқан оқушы қайтадан жүргізуші болып, солай ойын әрі қарай жалғаса береді. Келесі әдіс бұл сабаққа рефлексия жасау үшін өте қолайлы, ең керемет тәсілдердің бірі, яғни бөлмедегі заттар деп аталады. Бұл жерде ең бірінші мұғалім парақтар береді, яғни өздеріне берілген параққа оқушылар оқу бөлмесіндегі кез келген заттарды жазады. Бірі парта деуі мүмкін, бірі тақта, бірі терезе деуі мүмкін. Кейіннен осы қағаздарын бүктеп, апайға жинап береді. Ал мұғалім оны әр оқушыны кезекпен тұрғызып, қағазды таңдатқызады. Оқушы таңдап алған қағаздың ішіндегі заттың атынан бүгінгі сабақ туралы ойын айтады. Мысалы, мен партамын. Бүгін маған тыныштық болмады. Ал мен топқа бөліну үшін құлағымнан ұстап алып жан-жаққа сүйреледі. Содан соң үстіме қағазды жайып тастап, постер сызды. Мен бүгін жалпы сын есімнің түрленуін және оның шырай түрлерін түсіндім.